тапты дегенді білдіреді. Бірнеше күннен кейін Санжун Ханнаны әкесі емделетін емханаға шығарып салып, оны туған күніне арналған кешке шақырғанда Ханнаның үміті арта түседі. Қатты қуанғаннан ол нота дәптеріне жол бойы Хакуна Матата белгісін салып отырады. Емханада Ханна әкесімен билейді, бірақ әкесі ауруының салдарынан қызын әйелі деп ойлайды. Келесі күні оған әдемі көйлек пен кешке осы көйлекті киіп келгеніңді қалаймын деген Санжуннан посылка келеді. Бірақ көйлектің өлшемі келмегендіктен Ханнаға мүлде жараспай қалады. Кешке оны жасыру үшін Ханна көйлектің үстіне жеңіл күртеше киіп барады. Алайда Санжунның ағасы күртешесін шешіп отыруын ұсынады. Бәрінің оған ала көзбен қарағанына қарамастан, Ханна бұл көйлекті Санжун сыйлағандықтан кигенін айтады. Бірақ Санжун бұл туралы хабарсыз еді. Осы сәтте дәл осындай көйлекті киген Эми